Ойлы бастық қызметкерді адам етеді. Ойсыз бастық оқып келген маманды надан етеді. Байлық жақсы екені елге мәлім. Өзің істеп әдет қыл, келсе халың. Қолың білсе біреуге жалынбайсың, шыдамды бол, еріншек болма жаным. Ақшаң болмаса кімсің дейді, қарыз болсаң қайдасың дейді. Ақшаң және достарың көп болса қалайсыз дейді. Адамдар кітап секілді, бір кітап сыртындағы әдемі көрінісімен өзіне тартса, екінші ішіндегі мазмұнымен ойландырады. Тіліңіз шықпаған кезде әзде түсінген анаңызға сіз мені түсінбейсіз деп айтуға хақыңыз жоқ. Ақыл өлсе даналық кетеді, жүрек өлсе мейірім кетеді, ар-ождан өлсе барлығы кетеді. Су шықпас қазған менен тау басынан, қазақтың дау кетпейді сау басынан, жолдасы сыр айтқан, жау боп шықса, ер жігіт жаңылады тәубасынан. Батыр боп жауға найзаң тимесе, батырлықтан не пайда? Бай болып халқыңа пайдаң тимесе, байлығыңнан не пайда? Бал арасы бал береді, жағатынын ұмытпа. Ит соңынан ереді, қабатынын ұмытпа. Асау атта көнеді, тебетінін ұмытпа. Өмір бір-ақ рет беріледі, сөнетінін ұмытпа. Таяқтан тайсалмасаң, семсерден сескенбесең, жеңдім дей бер. Боқсаң сұқты, тығылсаң тықты, именсең езді, өлдім дей бер. Шапаның алтын болса да, жағаменен жең керек. Ұлың патша болса да, ағайынмен ел керек. Әділ кісілердің досы көп болмайды, олар жағымпаздануды білмейді. Әуелі адам болсаң өзіңді біл, адамға сөйлейтұғын сөзіңді біл. Әр жаста әрбір түрлі міндетің бар, қай жаста не істейсің, кезіңді біл. Аңшы қанша айла білсе, аю сонша соқпақ біледі. Еріншекке есік тым асу көрінер, жалқауға бұлт та жүк көрінер. Ақылмен арыстан ұстауға болады, күшпен тышқан да ұстай алмайсың. Үмітің серігің, ақылың көрігің. Сөздің өзінде кінә жоқ, мәселе айтушыда. Біреу оны мұзға аунатып жеткізеді, біреу тұзға аунатып жеткізеді. Енді біреу жүрегінің жылуын бөліп жолдайды. Бала бетімен кетсе ата-анасын ұмытады, әйел бетімен кетсе күйеуінің барын ұмытады. Ағайын күлкің қайда, назың қайда, жарасқан бір-біріңе әзіл қайда, қалған көңіл, шыққан жан деген дейін, шынымен енді қайтып жазылмай ма? Беретін кезде артқа бұрып қалатын, алғаны мен бергенін жіпке тізіп санайтын адамнан аулақ жүр. Ондай адамнан құтылудың өзі бір олжа. Тәуекел етіп, ұнатқан кәсібіңізбен айналыспаңыз. Тәуекел еткеннің қол астында жұмыс жасауға міндеттісіз. Бәріміз бір адамның баласымыз. Жігіттер бір-біріңе қарасыңыз. Өмір деген 5 күндік кетер өтіп, атаң барған орынға барамыз. Біреуге Құдай бәрін береді. Байлық та бар, алтын қауқар. Інжу маржан бәрі бар. 4 құбыласы сай, бірақ иман жоқ. Ең сорлы адам сол, бір кем дүние. Ұштары жоқ қылыштың, өткірінен не пайда? Бірлігі жоқ туыстың, көптігінен не пайда? Ішіне адам кірмесе, сарайынан не пайда? Араласып жүрмесе, ағайыннан не пайда? Сенбесе ақталма, көрмесе мақтанба, бермесе өтінбе, жеңбесең өкінбе, бар болса тосынба, жоқ болса ашынба. Сынбаймын деген пиала, тасқа да түссе сынбайды.
Мезгілі жеткен құмыра құмға да түссе қирайды. Соққан жел қайта айналып кешірім сұраса да, сынған бұтақ сынған күйінде қала береді. Жігітке арман жеткізіп беді, өз сорын өзі жеңбесе. Өмірдің барлық сәтсіздіктері бақытсыздық емес ендеше. Бұтақта отырған құс еш уақытта құламаймын деп қорықпайды. Өйткені құс бұтаққа емес өзінің қанатына сенеді. Аллаға тәуекел етіп, сіз де өзіңізге сеніңіз. Сыртым сау болса да ішім өліп қалыпты. Ашулансам ызалана алмаймын. Күлсем қуана алмаймын. Сөйлегенім өз сөзім емес. Күлгенім өз күлкім емес. Бәрі әлдекімдікі. Қанша жақсылық жасасаң да қадіріңді түсінбейтін, еңбегіңді бағаламайтын адамға өкпелеудің қажеті жоқ. Өйткені оның ой өрісінің жеткен жері сол. Қолыңнан келмейтін істі Алла тағала ойыңа салмайды. Сенен керегі тек әрекет, нәтиже Алладан. Құрметті оқырман, арнаға тіркеліп ой пікірлеріңізді қалдырып, лүпілдеріңізді аямаңыздар.